Қызыл орамалды келіншек. Кезінде ауыл шетіндегі қара суда ертелі-кеш жалақ ойнайтын ерке қыз бір күндері бой жетем бе деп ойлапты ма десеңші. Қара ешекке жегілген үлкен арбаның үстінде тұрып, бар даусымен шабындыққа жеткенше ән салатын. Жасы 70-ке жетсе де қолынан шалғысы түспейтін аппақ әжесі мұның репертуарындағы әндердің негізгі тыңдаушысы еді. Өлең айтудан шаршаса да, әжесінің сала құлаш етегін ала жайғасып алып, бұған беймәлім тек атасы мен әжесі ғана өмір сүрген бақытты бір заманның әңгімесін тыңдайтын. Немеренің үлкені болғандықтан ба, кішкентайынан әжесінің қызы болып есептелетін. Бұл қыздың табанына кірген әрбір шөгір менің маңдайыма қадалсын деп отыратын аппақ әжесі бойындағы бар жақсы қасиеттің барын немересіне өле-өлгенше қасиеттеп өтті. Өз туған әке-шешесін аға-жеңге деп өскен ерке қыз мектепті де ойдағыдай бітірген. Сосын ауылдағы туған үйден алыс емес облыс орталығына барып, белді бір жоғары оқу орнына құжат тапсырған. Сол жылы-ақ мемлекеттің грант иегері атанып, бір студенті болып шыға келді. Толқындаған алтын түстес шаштары дудырап, бұйра кекілі көзіне түсіп, кешкілік тек сабақпен ғана айналысты. Әлде қалай киноға бара қалса, жанындағы жатақханалас курстас қыздарды алдына салып алып қайтатын. Қыдыру, жігітпен қолтықтасып көше кезу мұның табиғатына жат еді. Жігіт атаулыға көз қырында салмады. Көкіректігі емес, бұл жаратылысынан солай еді. Қаздиған аяқтарын дік-дік басқан күйі институттың табалдырығын 3 жыл тоздырды. 3-ші курсты ойдағыдай аяқтап, ауылға келген демалысында құрбы қыздармен көрші ауылға туған күнге келеді. Сол күні мұны көрші ауылдың жігіттері басып алып қашты. Ауыздарынан жүрек айнытар арақ иісі аңқыған, әпер баққан 5-6 жігіттің қайсысының алмақ ойы бар екенін ұқпайды. Бақандай 5 жігіт мұның аяқ-қолынан басып отырып, ауыл сыртындағы оқшау орналасқан бір үйге әкеліп, картоп түсіргендей лақтыра салды да, етек жеңіне сүрінген бір әйел аттандап жүріп салған ақ орамалын басына тартып, келіншек болып шыға келді. Бұл еңіз-теңіз жылап, артынан қуып келген апа-жеңгесінің етегіне жармасып қалмай тулағанымен, дуалы ауыз үлкен жеңгесінің ар-ұяты қыстыра отырып сөйлеген бір ауыз сөзінен соң бүк түсіп отырып қалды. Әжесі аманаттаған ар-ұят қой ол, қалай ғана аттап өте алсын. Содан кейін бірінен бірі айырғысыз сұрқай күндер жылжып жүре берді. Сиыр сауу, үй жинау, тамақ дайындау, ата-ененің дәрет суын ысыту, нан жабу, құрт қайнату, тезек теру. Мұның бәрі күнделікті тынымсыз тірлігі болды. Үн-түнсіз артық ауыз әңгіме шаруасы жоқ, ел аралап өсек термейтін тәрбиелі келінін ата-енесі туған қыздарындай жақсы көрді. Оңаша әңгіме, ортақ сырлары жоқ болғанымен де, келіншек Құдай қосқан күйеуін қосағым деп іштей шын жақсы көретін. О баста алып қашып кетсе де, келіншек Байболсынның бір тоға тұйық мінезіне көндігіп, қой аузынан шөп алмас момындығына мойын сұнған. Соңғы кездері жанын жеп жүрген бір мазасыз ой, орталарында бір сәбидің жоқтығы, тіпті аяқталмай қалған оқуын да жалғастыруға құлқы қалмаған сияқты. Ал күйеуі бұдан гөрі есік алдындағы май-май қара тракторды жақсы көретіндей.
таң ағарып атса бітті, тракторды тепкілеп тұрып оталдырады да ауыл сыртындағы күріштікке аттанады. Кеш бата сүрініп қабынып кіреді де қалғып-мүлгіп отырады да алдына қойған асты ішіп алып қорылға басатын. Ал бұл болса көзіндегі сорлы тамшыны жасыра сүртіп, есік алдында көйлегі ағарағандай айға қарап әңгіме айтатын. Рас, күйеуі қол көтеріп ұрмақ түгілі ешқашан керілдесіп ұрыспайтын. Араққа тойып келген күндері аппағым деп бетінен сүйіп қоятын. Мұндайда келіншектің қуаныштан жүрегі жарыла жаздайтын. Баяғы хат жазатын ауылдас жігіттен басқа ешкімді ұнатып көрмеген келіншекке бұл да бір үлкен жұбату еді. Байболсын келіншегін іштей жақсы көрсе де, келіншегінің алдында өзін-өзі кінәлі санайтын. Кейде осыған бар сырын ашып айтқысы-ақ келеді, бірақ біткен жараның аузын тырнап алатындай бата алмайды. Өзін қаншалықты жақсы көретінін келіншегі байғұс сезбейтін де еді. Көзінің алдында орамалы ағараңдап келіншегін жүрсе болды әйтеуір, осы үйден кетіп қалмаса болғаны деп тілейтін. Сөйтіп жүргенде арада 4 жыл жолап өтіп кеткенін байқамай қалыпты. Құс ұйқы боп, шетсіз, шексіз бір ұшы-қиыры жоқ ойдың құшағынан арыла алмай жүрген келіншек күйеуімен ашық сөйлеспекке бекінген. Бар ойы дәрігерге қаралу, тіпті болмаса бала асырап алу. Кішкентайын қол арбаға отырғызып қыдыртып жүргенін көз алдына елестеткен келіншектің кенет кеудесін ерекше бір қуаныш билеген. Жұмыстан шаршап қайтатын күйеуіне ерекше боп көрінгісі келген. Қойылған сұраққа не иә, не жоқ деп қана жауап беріп, артық сөйлемейтін қалпынан бүгін жаңылып, баяғы әжесі екеуі шабындыққа барғанда айтатын өлеңдерін еске түсіріп айтып отырды. Еріксізден еріксіз айна алдына 1000 мәрте барған. Төсек орнымен бірге келген ақ сандықтың түбін ақтарып, опа далабын тапқан. Қыз күніндегіндей қасын керіп боянған. Баяғы бұйра алтын түстес шаштарын орамал астына жасырғалы қаншама жыл. Қызыл орамалын басына гүлдеп байлады да шетінен алтын шаштарының шетін шығарып қойды. Мұнысы келіншекке тіпті әдемі болып көрінді. Сосын гүлді қызыл халатын енесі Алматыға барғанда әкеп берген сары гүлді алжапқышын тұтып сыртқа шығып күлімсіреп жүрді. Әрине, мұның бәрі қырағы көзге енеге ерсі көрінді. Келіні әдеттегіден де тым ерекше көңілді. Қарт ананың іші жылып сала берді. Осы үйге келін боп енгеннен бері оның бұлай сәнденгенін көрмеген. Мүмкін төркінінен біреу-міреу қонаққа келетін шығар деп ойлады. Трактордың моторымен қоса дарылдап өзінше әнге салып Байболсын да келді. Совхоз бастық күріштікті аралағанда Байболсынның күріштігін ерекше атап өткен. Биыл жаз жаңбырлы боп Құдай берген. Осындайда Байболсын шалқымағанда кім шалқысын? Байболсынның айтатыны күріштің жайы, қара трактор, сырдың балығының дәмділігі. Жаманды жақсылыққа бригадир жігіт кейде бөсіңкіреп мақтанып та алады. Бірақ қазір аң салуы жабырқаған жанын жұбату ғана. Бүгін бас қосқан агроном тағы бір бригадир жігіттермен зоотехник болып, совхоз бастықты аудан орталығына әке-көкелеп жүріп шығарып салғаннан кейін әдеттегіндей қызыл жыңғылдың көлеңкесінде дастархан жайысқан. Сүбелі ет, сүрленген қазы, еті мол палауы бар 1-2 бөтелке ақ арағы бар дастархан басында ырду-дырду әңгімемен кіріскен. Содан соң
барлығы ойласып алғандай ұл-қыздарының қызықты қылықтарын, мектептен әкелген бестіктерін, алыстағы оқудағы балаларының жайын сөз қылысқан. Бірде біреуі күріштікті тым құрығанда мал жайын сөз етпейді-ау. Ішінде 1-200 грамм барғасын байболсын да шешіле сөйлегісі келген. Сөйтсе мұнда мектептен бестік тұрмақ екілік әкелетін бір сәбидің, бір баланың жоқ екендігі ғой. Қалай ғана ойланбаған. Ей, әйел алғалы 4-ші жыл сырғып барады. Жұрттың үйіндегі іңгәлаған дауыс мұның үйінен естілмейді екен-ау. Қалай ғана байқамаған. Жалаң бұт кезінен салы суарып, масақтың үстінде түнеп, талай таңды күріштікте атырған байболсын осы күріштен басқа нені ойлапты? Әйтеуір ел қатарлы үй болып отырғанына мәз боп жүре бергені-ау. Егер сол кезде арақ ішіп, даудрап жүрген достарымен көрші ауылдан осы қырсты ұрлап әкелмесе, қатын алмай сұр бойдақ боп жүре береді ме екенмін, Құдай біледі. Өз ойына өзі тұншығып, алдына қойылған кезекті бір 100 грамнан бас тартып, тракторына отырған күйі ауылға зулап кетті. Трактор тарылып ауылға жартылай енгенде өшкен, май басқан сүр күпәйкасын тіркемеге атып тұрған байболсын ғайып болды да көп нәрсе көрінбейді, көзге ештеңе. Көз алдына елестей қол бұлғап кетті ақ кеме деп ыңылдай өзінің мас кезіндегі сүйікті әніне басып ағаш үйге беттеді. Қызыл орамалын түзей сала келіншек күйеуінің алдынан жүгіріп шықты. Қолына жылы су толған құманы, ақ сүлгісі. Ағаш үйдің босағасында не әрі не бері өтпей табалдырықта тұрған күйеуі бұған ызғарлы, зәрлі көзімен жалт қарады. Келіншек селк етті. Өмірінде мұндай суық көз қарасты сірә көрмеген шығар-ау. Не деген суық еді жанары. Байболсын әлдене айтқысы келгендей оқталған. Өткенде ғана төлдеген сақалды қара ешкінің бұйра бас лағындай боп бұған жәутеңдеп қарап тұрған келіншегін сол сәт сұмдық аяп кетті. Сосын дауысын не барынша жұмсақ шығаруға тырысып, «Әппағым» деді. «Білесің бе, мен сені жанымнан артық жақсы көремін. Мейлі бізде бала болмасын, бірақ мен сені ешқайда жібермеймін» дегісі келген еді. Бірақ қай түлен түрткенін қайдам? «Әппағым, осы неге бізде бала жоқ?» деді. Дауысы тым қатты шыққанын өзі де аңғарған. Бірақ келіншегіне бұл сөздердің ашық күндегі жай оғындай әсер еткенін сезбеді де. Сол-ақ екен, өзін әзер ұстап тұрған келіншектің көзінен жас тамшылап қоя берсін. Бір ауыз тіл қатпады. Ал кеп жыласын келіншек. Көзіне жаққан бағанағы бояуы бетін айғыздап ақты. Не даусы шықпайды, не өксімейді. Көздерінен бұлақ болып жас ақты. Байболсын керегеге сүйеніп біраз тұрды. Сыртқа шыққанда қызыл орамалын тістеле отырған келіншегін бейне бір мелшиіп қатқан бал-бал тас сынды көрінген. Қарадан қарап тұрып байболсын бір ызаға булықсын. Керзі етігін гүрс-гүрс еткізіп, екі аттап келіншектің жанына барды да күректей алақанын көтерген. Сол сәтте келіншек жалт етіп қараған. Күректей алақан байқұс келіншектің бетіне сарт ете түсті. Тұрмақ болып ыңғайланған келіншек жерге жалп құлаған. Жерге көбелек құсап қонған қызыл орамалды жалпасынан бір басқан байболсын тракторына жұлқына отырды да күріштікке тартып кетті. Бір таза арақ 3 күннен бері салыммен бір суға батып тұрған, соны ішпекке кеткен еді.
Көршіге барып қысыр әңгімемен уақытын оздырған кәрі ененің көзі киіз үйдегі түндегі түскен. Әлі жабылмапты. Үй шаруасына пысық келіні мұндайды қалт жібермес керек еді. Үй ішінде мың айналған кемпір беті аузы көкпектей боп ісіп кеткен келінін ағаш үйге сүйеніп отырған жерінен тапты. Мұны көре сала келіні орнынан атып тұрып, құшақтап алып, солқылдап тұрып жыласын. Енесі келінімен қоса жылаған. Не болса да бір сұмдықтың бір күні боларын сезген еді. Сол болған екен-ау. Келіннің неге жылағанын енесі айтпай-ақ түсінген. Байболсыны Алладан бір, атамнан екі сұрап алған жалғыз ұлы еді. 5-6 қыздың ортасында өскендіктен бе бетіне жел тигізбеді. Әзизасын байболсынан артық көрмесе де кем көрмеген. Ағыл-тегіл жылаған келіншек енесіне аяулы әжесінің иісі шығатынын байқап, одан сайын егілген. Сол күні келіншек енесінің жанына жатты. Байболсын күріш басына түнеген. Өсербай ақсақал ақылдап үкілеп, көрер таңын көзбен атырған. Кемпір түнімен шошып шыққан келіннен ұшықтаумен болды. Күріштікті су алып, әрі-бері шапқылаған байболсын 3 күн дегенде әрең үйге келді. Көздері кілтиіп, сақал-мұрты елдірейіп тұрған түрі адам шошырлықта екен. Ешкімге тікелектеп қарай алмаған. Әке-шешесі келінге байқатпай ұрсып та алады. Құманы мен ақ сүлгісін көтеріп, әдеттегідей келіншегі алдынан шыққан. Бірақ амалсыздан міндетін атқарып жүрген жаман солдат сынды сүлесоқ кейіпте. Байболсын кінәлі көзмен жапақ-жапақ етіп қараған, кешірім сұрағысы келген, бірақ қолынан келмеді. Ал келіншек күйеуін әңгіме айтар, кешірім сұрар деп күтті. Қорылға басып қамсыз жатқан күйеуіне қарап отырған келіншек шарасыз күрсінді. Иығына басын қойып бала күндерді туралы сыр шерткісі келген. Күйеуін күйеу ретінде, адам ретінде жақсы көретінін, осы бір қоңырқай өзгелерден айырмашылығы шамалы тірлігін жақсы көретінін, тракторға мініп күріштікке барғысы келетінін, бетіне тиген шапалақ үшін ешқандай кек сақтамайтынын бәрін айтқысы келген. Байболсын сол баяғы дүлей мінезіне салды да ала таңнан келіншегі дайындап қойған азанғы асқа қарамастан күріштікке аттанды. Кешке тағы да көз ұшына қол бұлғап кетті. Менің-ақ кемеге салып қойған секілді, дейді. Байғұс келіншек жаны қалмай жаутаңдаған. Байғұс келіншек бар жан-тәнімен бала туралы әңгіме қозғалмаса екен деп тілеген. Керуерт үстінде ықылық атып отырған байболсын «Әзиза» деген. «Әзиза, мен баламның болғанын қалаймын, сенше» деген. Келіншек тіс жарып ештеңе демеді. «Егер кеткің келсе, мен қарсы емеспін, сен бәрібір мені жақсы көрмейсің ғой», деді байболсын не айтып отырғанын өзі білмей. Ашулы көздерімен жалт етіп қараған келіншек, бұл әңгімені неге осыдан 4 жыл бұрын айтпадың, неге сол кезде кет деп айтпадың деген ызаға салынып, буланып кетеді. Өмірде бетін қайтарып, қатты сөйлемеген келіншегіне байболсын таңырқай қарады. Екеуінің әңгімелері аяқсыз қалды. Ата-енесін келінге ғана тән аса бір ізеттілікпен Бөкентай шалдың астына жіберген соң келіншек үй ішін ықтияқтап жуып шықты. Есік алдын айнадай етіп сыпырды. Ып-ыстық нан қып, нан жауып, тамақ пісірді. Самаурынға шай қойып, дастархан жасап, бетіне ақ мәліні жапқан күйінде қалдырды. Сосын кішкентай қол сөмкесіне бар құжатын жинап салып, өзіне белгісіз беймәлім бақытқа жол шықты. «Мен кетейін,
бала туа алатын басқа әйел алсын, еркек кіндіктен жалғыз ұлдың бағын байламайын деп өз есіне әңгіме айтып қояды. Ауыл сыртындағы жалғыз аяқ жолмен орталыққа қарай ағыл-тегіл ағып жатқан машиналар өтетін үлкен трассаға келіп, Өсербай ақсақалдың келіні қызыл орамалды желбіретіп жолға шығады. Ауылдан әбден ұзамай басындағы орамалын алмады. Ойы қаладағы группалас қыздарына бару. Ләжі келсе оқуын жалғастыру. Тоғайын үйіне өлсе де аттап баспас. Қайтып келген қыз кімге сыймақ? Байболсын түскі асын үйге барып ішкісі келген. Келіншегін көргісі келді. Жүрегіне әлдебір жылу сезім енгендей. Қандай жағдай болса да мен сенен айрылмаймын. Баланы асырап-ақ алармыз деп Байболсын өзінен өзі сөйлеп қояды. Байболсын үйге келіп, Әзизаш, Әзизаш, сен қайдасың? Мен келдім ғой, тамағың дайын ба? Қарным аш дейді. Байболсын ауланы басына көтере айғайлап үйіне кіреді. Жылы су толы құманы мен ақ сүлгісі бар, келіншегі жоқ. Көре сала көтеріп алатын, шынайы қарсы алатын әппақ келіншегі жоқ. Сол түні Байболсын еріксізден еріксіз жылаған. Ақылмен емес, арақтың уытымен шыққан ойсыз сөздерін есіне алып, күйініп жылайды. Екі көздері төрт болып елеңдеп жолға қарағыштап жүрген әке-шешесіне Әзизаның енді қайтып оралмайтынын айтқан. Әкесі қолындағы дырау қамшысымен бұның жон арқасынан тіліп түсті. Ысылдап тұрып, ессіз неме, жынды, суды ішіп есірген ессіз неме деген. Байболсын бүк түсіп отырып қалды. Шешесі іс тіккен боп ішкі үйге кіріп жылаған. Өсербай ақсақал жоқ қараған боп қора сыртына шығып жылаған. Қызыл орамалды келіншек Әзизаны қаладан құрбылары күтіп алған. Келіншек қызыл орамалын басынан жұлып алып сөмкесіне сала салды. Бастары қосылғасын бір көңілді дырду басталып кетті. Аз-аздап аққаннан ұрттаған келіншек еш нәрсе ойламаған. Сілекпесі шығып билеген. Басы қалт-құлт етіп бір бұрышта жылаған. Әжесін іздеген. Бұған білдіртпей сыртта бақылап жүрген жақын құрбысы жанына жетіп келген. Бұған ойлы көздерін қадап тұрып, Әзиза, не боп жүр саған? Әзиза құрбысына тік қарай алмады. Келіншек ертеңгісіне күйіп жанып қатты ауырды. Сандырақтап әр нәрсенің басын шатып сөйлейді. Қара тауығы, бұйра баслағы және де бір сауғанда бір шелек сүтті бар беретін қара сиыры, енесінің жабырқаулы жүзі, атасының ашулы кескені, кінәлі көзімен жапақ-жапақ етіп қараған күйеуі түнімен түсіне кіріп шыққан. Біресе арбасыз қара ешекке мінген әжесі бұған салқын қарайды екен. Әжесінің ешекке мінгені жанын шошытты. Мен саған аманаттаған ар ұятың қайда дейді де, әжесі күнге шағылысқан күміс шалғыны бұған қарай әулете лақтырады. Әзизе шырқырап жылап әжесіне қарсы жүгірген. Сірә түндегі арақтың әсері болса керек. Құрбысының есі шықты. Әйтеуір Әзиза кешқұрым басын көтерді. Есік алдына шығып отырмақ болып сыртқа беттеген кенеттен енесінің майлы сүттен жасайтын сары құртына аңсары аузынан сілекейі шұбара құрт іздеген. Іздегені құрт емес, майлы палау сияқты ма немене? Біресе құрсағында әлдене жыбырлайтындай болып көрінді. Әуелгінде түкке түсінбеген Әзиза қуаныштан еңіс-теңіс болып еңіреп қоя берді. Әжесі күміс шалғысын бекер лақтырмас керекті. Өзінше
ұршық иірген боп ішкі ойымен арпалысып отырған кемпір есіктің көзіне де не бері не әрі аттамай селтиіп тұрған келінін көргенде қолынан ұршығы ұшып түскен. Келіншек сасқаннан басын сипады. Орамалым бар ма деп ойлаған. Мал жайып жүрген байбосын қызыл орамалдыны көзі шалып жүгіріп жеткен. Қақырынып ағаш үйден шыққан ақсақал келініне көзі түскенде намаз оқымақ ойын ұмытып қалды. Қызыл орамалды келіншек иіліп сәлем салған. Сәлем салғанда да аптығып әже деген, әже майлы құрт берші деген. Көпті көрген көнекез кемпір Құдайлап келініне тұра жүгірді. Өсербай ақсақал құбылаға қарап Аллаға мыңда бір шүкіршілік еткен. Қора ішінде бұйығып жатқан бұйрабасылақ маңырап атып тұрды. Жағы қарыспай қыт-қыптап жүрген қара тауық кетегіне қарай беттеген қара сиыры да мөңіреп қоя береді. Байболсынның өмірі істемеген әдетін істеп келіншегін құшағына қысып алады. Келіншегі жас толы қуанышты көзін күйеуінен жасырып, әлдене деп құлағына сыбырлаған. Азиза келіншек ана болатынын және байболсынның әке болатынын айтқан. Жасы 30-дан асқан отағасы бұл жаңалыққа балаша секіріп қуанды. Кемпір босағадағы стол үстінде жарбиып жатқан телефонның құлағын бұраған. Көрші-қолаң құда-қияларды шақырып, ауыл үлкендерін жинап, бір шәугім шәй беріп, бата алайық дейді. Достар, әңгіме ұнаса, пікір бөліміне өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, видеома лайк басып, еңбегімді бағалауды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға рахмет.